Сәлем достар, эфирде тіл қазына бағдарламасы. Ендеше бастайық. Бүгін біз миллионердің өмірмен танысамыз және жаңа сөздер үйреніп, жедел өткен шақты қайталаймыз. Әдеттегідей алдымен жаңа сөздермен танысайық. Бай, кедей, ескі, жаңа, ақылды, ақымақ, көп, аз, сату, сатып алу. Достар, мен мәтінді оқимын, сіздер мұқият тыңдаңыздар. Сосын сұраққа жауап бересіздер. Джефф Пирс 1950 жылы Ливерпульде туған. Пирстің отбасы кедей болды. Оны бәрі ақмақ санады. Себебі Джефф оқи алмады, жаза алмады. Ол кезде адамдар дислексия ауруы туралы көп білмеді. Бірақ Пирс киім сатуды білді. Алғашында Пирс пен анасы үйлерді аралады. Ескі киімдерді сатып алып, оны базарға сатты. 1983 жылы оның кішкентай дүкені болды. Бір күні Джефф 750 стерлингке шалбар алып, оны 25.000 фунт стерлингке сатты. Газетте оның дүкені туралы материал шықты. Осылайша Джефф миллионер болды. Джефф Пирстің отбасы қандай болды? Джеффтің отбасы кедей болды. Адамдар Джеффті ақылды санады ма? Жоқ, оны адамдар ақмақ санады. Джеффті неге ақмақ деп санады? Өйткені ол жаза алмады, оқи алмады. Пирс не істей алды? Ол киім сатуды білді. Анасы мен Пирс не істеді? Олар үйлерді аралады. Джефф ескі киімдерді не істеді? Ол ескі киімдерді сатып алып, базарға сатты. Джеффтің қандай дүкені болды? Оның кішкентай дүкені болды. Ол шалбарды қаншаға сатты? 25.000 фунт стерлингке сатты. Джефф кім болды? Ол миллионер болды. Достар, сұрақтарға жауап берейік. Кеттік. Бұл кім? Бұл Джефф Пирс. Ол қандай адам? Ол өте бай адам, миллионер. Оның отбасы қандай болған? Отбасы кедей болған. Джефф не істеді? Ол ескі киімдерді сатты. Мынау қандай киімдер? Жаңа киімдер. Джефф ақылды ма, ақымақ па? Ол өте ақылды адам. Ал енді сөз бен суретті сәйкестендірейік. Бай, кедей, ескі, жаңа, ақылды, ақымақ, көп, аз, сату, сатып алу. Енді келесі тапсырмаға назар салайық. Достар, мына көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қояйықшы. Оның отбасы кедей болды. Адамдар Джеффті ақмақ санады. Өйткені ол жаза алмады, оқи алмады. Джефф үйлерді аралады. Ескі киімдерді базарда сатты. Джеффтің кішкентай дүкені болды. Джефф миллионер, бай болды. Ал енді эпизодтық көрініске назар салайық. Елдос, сырттан тамақ ішіп келмейміз бе? Бір лекция тыңдап отыр. Не туралы? Ақша, байлық туралы. Баю үшін не істеу керек дейді сонда?
бай болу үшін көп ақша тап, бірақ аз жұмса дейді. Адамды ақымақ қылып айта береді осылар. Ақылды болсаң неге кедейсің? Мен өзімді кедеймін деп ойламаймын. Мен осындай бай адамдардың сөзін тыңдаймын. Маған мотивация береді. Мысалға, Джефф Пирс кедей болды. Оны жұрт ақымақ деп ойлады. Бірақ ол киім сата білді. Ескі киімдерді сатып алып, базарда сатты. Сөйтіп дүкен ашты. Осылайша Пирс миллионер болды. Солай айлар. Қош, бай болсаң проблемаң да көп болады. Мен кеттім, сырттан тамақ ішіп келемін. Күте тұр. Мен де барам. 5 минут күте тұр. Бағдарламамыздың грамматика бөліміне де келіп жеттік. Достар, жедел өткен шақты еске түсірейікші. Ол қалай жасалушы еді? Жедел өткен шақ ол етістікке келесі қосымшалар жалғану арқылы жасалады және әрекеттің өткен шақта жасалғанын білдіреді. Қосымшалар д, д, т, т. Сұрақ: не істеді? Мысалы, барды, келді, сатты, кетті. Ал жаттығу жасайық, достар. Мұндай жаттығулар сабақты бекітуге көмектеседі. Сатып алу, сатып алды. Сату, сатты. Аралау, аралады. Шығу, шықты. Айту, айтты. Санау, санады. Болу, болды. Саудаласу, саудаласты. Мына кестеге назар аударайықшы. Жедел өткен шақтың қосымшаларына жіктік жалғауларды қосуды үйренейік. Мен, мен киім сатып алдым. Сен, сен киім сатып алдың. Сіз, ніз, сіз киім сатып алдыңыз. Ол киім сатып алды. Біз, біз киім сатып алдық. Сендер, сендер киім сатып алдыңдар. Сіздер, сіздер киім сатып алдыңыздар. Олар киім сатып алды. Етістік д, т, т. Ал қане жедел өткен шақтың қосымшаларын жалғап жаттығайық. Мен дүкенге келдім. Айдар сатушыға 5600 теңге төледі. Біз кеше дүкен араладық. Сендер сағат нешеде шықтыңдар? Сен дүкенге бардың ба? Сіз сөмкенің бағасын сұрадыңыз. Сіздер ақша санадыңыздар. Ол миллионер болды. Олар сатушымен саудаласты. Бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Тіл қазына қазақ тілін үйренудің ең оңай жолы. Аман сау болыңыздар.